Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз «Под твоей кроватью» атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Мама сказала, что он может умереть. Заткнись. Поедешь ты или нет, он все равно умрет. Фильм Наотто есімді жігіт бөтен біреудің үйінде төсек астында жатқан жерінен басталады. Ол қызды аңдып жатады. Кейін осы төсек үстінде қыз бен күйеуі төсек қатынасына түседі. Төсек шиқылдап, қыздың дауысы жарқын шығуда. Осы уақытта Наотто төсек астында жатып, болған жағдайдан ләззат алуда. Біз өткен шаққа ауысамыз. Наотто Мицуа қарапайым мектеп оқушысы. Ол өзін жәндік пен тас астындағы шылаушынға теңейді. Өйткені оны ешкім ешқашан байқаған емес. Бәрінің оған мән бермегені соншалық сынып суретінде жоқтығы да білінбейді. Оның ешқашан досы болған емес. Бірақ бір сабақ үстінде мұғалім одан бір сұрақ қояды. Ол жауабын білместен құры тұрып, ойдан бірдеңе құрастырады. Сол сәтте артында отырған Цихира Сасаки есімді қыз оның атын атап дәптерін беріп көмектеседі. Сабақтан кейін Наотто оған алғыс айтып ас ішуге шақырады. Қыз келіседі. Олар бірге мейрамханаға барып, қыз өз өмірі жайлы айта бастайды. Наотто бізге екеуі екі түрлі адам екенін жеткізеді. Қыз жігіттің үндемей отырғанын байқайды. Ол бірдеңе айтпақ болады, бірақ ойына ештеңе келмейді. Қыз тағы бірінші болып тіл қатып, хобби жайлы сұрайды. Ол балық өсірумен айналысатынын айтады. Қыз да балықты өсіруді қалайтынын айтқанда, жігіт үйінде кездесіп, аквариумдағы балықтарды көрсетуге келіседі. Қызды тағы көре алатын ойлағанда, бақыт деген не екенін сезіне бастайды. Біз болашаққа ауысамыз. Наотто 11 жыл бұрын ол менің есімімді атады дейді. Ол 30-ға келсе де 11 жыл бұрын Цихира кеңес еткен кофені әлі күнге дейін ішіп жүреді. Ол тағы да оның есімін атап шақыратын күнді күтуде. Жігіт қызға есі кете қатты құмартқан. Оны біраз уақыт бойы іздеп әрең тапқан. Цихира үлкен үйде күйеуімен бірге тұрады. Наотто қызды көшеде күтіп тұрып, жанынан өткенде танып қалар деген үмітпен тұрады. Бірақ қыз танымай жанынан өтіп кетеді. Жігіт оның қатты өзгергенін айтып, әтірінің иісі де жоғалған дейді. Наотто қыздың қалай және неліктен өзгеріп кеткенін білмек болады. Ол сол маңнан ғимаратты жалға алып, балық сататын дүкен ашады. 3-ші қабаттан бөлме алып, сол жерде тұрады. Наотто кішкене суреттерден қыздың келбетін құрастырып, қуыршақты қыз ұқсатып киіндіреді. Көзін жұмып, жігіттің тағы да атын атап шақырғанын елестетеді. Ол тағы өткенді ойлап, уәде етілген кездесуге келгенін есіне түсіреді. Қыз оны қуана күтіп алып, үйге кіргізеді. Балықтарға қарап отырып, қыз кездейсоқ жігіттің қолына кеудесімен тиіп кетеді. Наотто қатты қобалжиды. Қыз оған балықтарды күту үшін кейде келіп тұруын сұрайды. Осы шаққа оралып, біз жігіттің қыздың үйін үнемі бақылап отыратынын көреміз. Ол қыздың не істеп, не қойғанын бақылайды. Қыздың кішкене баласы бар. Кешке қыз киімін ауыстырып жатқанын көріп, енді қалаған кезде денеңді көре аламын деп, жалаңаш күйде суретке түсіріп алады. Сосын қыз күйеуімен кешкі ас ішіп отырады. Бір кезде күйеуі оны ұрып, аяғымен тепкілей бастайды. Азанда Наотто қыздың қандай халде екенін көреді. Қыздың көзі көгерген. Ол әр айдың 10 күні қыздың күйеуі жоқ кезде есігінің алдына гүл тастап кетеді. Бірақ қыз гүлдерді лақтыра береді. Бір күні Цихира оның дүкеніне келіп балық сатып алмақ болады. Бірақ балықты ұстайтын құрылғыға ақшасы жетпейтінін түсініп, ол ойынан айниды. Бірақ Наотто оған барлығын тегін орнатып беретінін айтады. Сосын қыздың үйіне кірген кезде кілтті алып көшірмесін түсіріп алады. Түнде қыздың күйеуі келіп, әйелін қинай бастайды. Оның барлығын Наотто оттыққа тыңдаушы аппарат тастап кеткесін естіп отырады. Ол күнде үйде ешкім жоқ кезде кіре бастайды. Жігіт аквариумды тазалап, қыздың иісіне тамсанып жүреді. Бір күні қыз жігіт шығып үлгергенше келіп қалады. Наотто тығылып қалғанда қыз оны байқамайды. Келесі күні қыз балықтарға арналған ас алу үшін тағы дүкенге келеді. Наотто қызға жақсы көретін кофесін ұсынады. Қыз кетіп қалғанда кофе ішкен ыдысына ерінін тигізіп армандайды. Келесі күні жігіт төсек астында тығылып жатып, күйеуі зорлап жатқан әйелдің дауысын тыңдап жатады. Кейінірек қыздың күйеуі Наотто гүлге қыстырып жүрген жігіттің хатын тауып алады. Хатта бақытты бол деп жазылған. Күйеуі әйелін шақырып ұра бастайды.
сосын жуыну бөлмесіне апарып, одан да бетер жазалайды. Судан шыққан соң Наотто қызға барып, жылынуға көмектеседі. Оянғанда қыз оған біреу көмектескенін түсінеді. Ол үйде біреу бар екенін сезеді. Наотто ол уақытта ұйықтап жатады. Сосын біз тағы өткен шаққа ораламыз. Жігіт қызға берген балықтарын тексеруге барады. Бірақ Сехираның жігіті бұған мұрша бермейді. Ол алдымен Наоттоны соққыға жығып, кейін қызды ұрады. Басы істеп кеткен Наотто аквариум құрылғысын пайдаланып, тоқпен соқтырып, талдырып тастайды. Сосын жігітін үйден қуып жібереді. Кешке Наотто мен Сехира махаббатпен айналысады. Сол күнді есіне түсірген Наотто шокермен күйеуін де соқтырмақ болады. Кешке қыз күйеуінен өлгелі жатқан әкесіне жіберуін сұрайды. Күйеуі әкең бәрібір өледі деп жібермейді. Қыз сен айуансың деп шапалақпен бетінен ұрғанда, күйеуі қолына шанышқы тығып алып, аяусыз ұра бастайды. Тығылып тұрған Наотто не істерін білмейді. Азанда қыз баласын көлікке отырғызып кетіп қалады. Наотто артынан жүгіргенмен жете алмайды. Қыздан айырылдым деп ойлап қайғырған Наотто бізге оқиғаның негізінде қандай болғанын айтып береді. Қыз жігітке балықтарды қабылдай алмайтынын айтып, ешқашан кездеспеген. Өзі ойлаған төсек қатынасы да бірге жүруі де болмаған. Ашумен ол суреттерді жыртып, қуыршақтағы киімдерді лақтырады. Сехира оттықтан тыңдаушы құрал тауып алып, біреу естіп тұрма деп сұрайды. Ол осы уақытқа дейін оны біреу аңдығанын түсінеді. Сол уақытта өте ашулы күйеуі келеді. Күйеуі оны аяусыз соққыға жығады. Пышағын қолына алып, сен енді керек емессің дейді. Еркек оны өлтірмекші. Сехира тыңдап тұрған адамды көмекке шақырады. Сол сәттен Наотто күйеуін электрошокермен талдырып тастайды. Қыз оны мүмкіндік бар кезде өлтірмек болады. Бірақ Наотто оны тоқтатып өзі өлтіреді. Сосын біз оның полицияға барлығын айтып мойындағанын көреміз. Ол не істесе де қыз оны есіне түсіре алмайтынын түсінеді. Бірақ сол сәтте Сехира келіп атын атап шақырады. Ол өзін бақытты сезіну үшін бұл сәтті асыға күткен. Бірақ ол қуанбайды, жылайды. Себебі бәрі кеш. Осылай фильм аяқталады. Арнаға жазылып лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.